Good day, dear teachers, ustazes. How are you? I hope you are very well. Okay, so today we'll talk about the phrase let's. Okay, let's. Let's, it means let us. Let's деген давайте ғой, я? Қысқашасы. А толықшасы толық let us болады. Давайте біз дегенді білдіреді. Оны не так білетін шығарсыздар. So, let's деген, it's a very good phrase. You can use it very often, every day and every lesson, many times. So, for example, кеттік. Let's start the lesson. Yeah, very good. Second, let's divide into groups. Yeah, let's divide into 3 groups. Давайте топтарға бөлінейік. Окей. Дальше. Окей. Мысалы, let's write into your notebooks. Нақты ұмытпаңыздар into деген сөзді. Let's write into your notebooks. Давайте дәптерлеріңізге жазайық, да? Окей. What else? For example, let's start the practice. Давайте практиканы бастайық, yes? Let's start the practical work. Практикалық жұмысты бастайық. For example, let's start the laboratory work. Давайте лаборатордық жұмысты бастайық. Let's start the laboratory work. Окей? Адамдар өтіп күліп отыр. Жігіт ағылшынша не сайрап жүр деп. Суық күнде. Окей? Бәрі біздің ұстаздар үшін ғой. So, тағы не айтуға болады? Қалаған іс-әрекеттерді let's мен бастауға болады. Өйткені ол өте сыпайы түрде болады. И сіз балдарға давайте біз деп айтып бастайсыз да. Сендер емес. Let's start. Давайте бастайық. Let's do. Давайте істейік. Окей. Жоқ. So, шетелге емес апай. Тағы қандай нәрсе айтқыңыз келеді? Осы let's мен бастай беріңіздер. Балдарға ол өте ұнайды, түсінікті, өзіңізге де өте ыңғайлы айтуға. Мысалы, let's finish the lesson. Let's finish the lesson. Давайте сабақты бітірейік. Yes? Let's finish the video. Одан да бөлек өткенде мен айтып кеткен I want you to дегенді қоссаңыз тоже жақсы. Мен қалаймын сендер дегенді білдіреді. Сол екеу бір-біріне ұқсайды. Онда қолданды ұмытпаңыздар. Ол әр осындай фраза сіздерге видео түсіріп жіберіп жатқан. Ол сізге аз да болсын ағылшынды қалай бірнеше сөйлемді бірімен байланыстыруға, қалай простой қарапайым заттарды, оңай заттарды айтып, ертең сіз бүкіл сабағыңыз ағылшынша болып кетеді. Сразу ол болып кетпейді. Так что осындай фразаларды аз да болсын қолдануға тырысыңыздар. Please put your likes. Лайктарыңызды аямаңыздар. Share this video. Осы видеоны басқа ұстаздарға, достарыңызға, группаларға жіберіңіздер. Олар да ағылшын үйренсін. And subscribe to our channel. Subscribe деген жазылыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар. Колокольчикті қосып қойыңыздар. Ол жаңа видео шыққан кезде сізге кеп тұрады. Ұмытпай қарап жүріңіздер. Окей, thank you. Видео түсірді кейбір кемшіліктер болатса, ренжімеңіздер. Енді бастап жатырмыз. Комментарийларыңыз болса жазыңыздар. Бәрілеріңізге үлкен рахмет. Goodbye.